Қайырлы кеш, сәлематсыздар ма? Көптен бері көріспей кеттік. Так, бізде Аида есімді қызымыз психоматрицасын есептетуге жалпы комментарийға өзінің дата рождениесін жазыпты. Біздің ең бірінші жасайтын амалымыз, өздеріңіз білетіндей, барлық сандарды бір-біріне қосып шығамыз. Енді мен 0-ді қоспасам да болады. 0-ді қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, оны білесіздер. Өйткені ол ешқандай да значение бермейді 0. 19 шықты. Екінші жасайтын амалымыз, бірге 9-ды қосамыз. 20. Үшінші жасайтын біздің амалымыз 19-дан минус 2, мынау кез келген Пифагор психоматрицасының жүретін жалпы формуласы. Алғашқы санға көбейтеміз 1-ге. Мынау екеуі 2 болады, значит 19-дан 2-ні аламыз, 17. Төртінші біздің жасайтын амалымыз 1-ге 7-ні қосамыз. 8. Біздің 5-ші жасайтын амалымыз 2000 дата рождениеден жылдан, ең бірінші күнді аламыз, сосын айды аламыз, сосын бірінші қосымша сан, мынау екінші қосымша сан, мынау үшінші қосымша сан, мынау төртінші қосымша сан. Так, 19-ді аламыз, минус 20-ны аламыз, минус 17-ні аламыз, минус 8-ді аламыз. Ал енді алып көрейік. 2000 минус 17 минус 9 минус 19 минус 20 минус 17 минус 8 тең 1910. Енді психоматрица сызамыз. Енді бірлерді іздеп шығамыз. 1, 2, 3. Так, 4 пен 5 те бар, 1, 2, 3. Нау шыққан сандар, бұлар бізде шақшада тұрады. Яғни бұны дамытуға болады деген сөз. Екілігі іздеп шығамыз. 2-ден 1, 2 бар. 3-ті іздейміз. 3 жоқ. 4-ті іздейміз. 4-те жоқ. 5-ті іздейміз. 5-те жоқ, бізде. 6-ны іздейміз. 6-да жоқ. 7-ні іздейміз. 2, 7 бар. 8-ті іздейміз. 1, 8 бар. 9-ті іздейміз. 1, 2. Сосын 3-ші 9 тұр, 1, 2. Енді санап шығамыз мына цифрларды. 0-ді санамаймыз, қалған бәрін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Астындағы сандарды санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значит, дұрыс. Енді бұл біздің Аиданың мінезін қалай айтамыз? 3 бірлік көрсетіліп тұр. Мінезі жуас та емес, ашушаң да емес, керек кезінде 2 мінезде қолданылады, қатал емес. Бірақ басшыға тән мінезді болашақта жаңағыдай жұмыс жасап, үлкен басшы болатын мүмкіндігі бар, ондай характер бар, бойында қаттылық бар. Бірақ шыдамсыз, 4 жоқ, все и сразу деп айтатын адамдардың қатарында, визуалды түрде армандағанды өте қатты жақсы көреді, ол өте жақсы. Себебі арман адамды үлкен белестерге, жетістіктерге жалпы жетелейтін үлкен мақсат деп айтсам да болады. Так, екілігі бар, энергия өте жақсы, кез келген ортаға оңай сіңіседі, энергия бере де алады, энергия ала да алады бұндай адамдар, Сонымен қатар 3 жоқ, интересі тез қызығып, тез басылады көп жағдайда. Әйел бақыты туылғаннан берілген 2 жетілігі бар, маңдайы жұлдызынан туған жан деп айта аламын. Ата-анаға, отбасыға деген чувство долга бар. Так, 3-9-дық, енді 2-9-дық қобасын, оның памяті өте жақсы бұл кісіде. Ал адам беріп тұрген үлкен, жаңағыдай болашақта енді
бұл экстрасенсорлық қасиет бар деп айтсам да болады. Алдын ала түс көру арқылы, болжау арқылы, бірақ қазір болмаса да болашақта бұл болуы әбден мүмкін. Енді бұл кісінің планетасы Сатурн планетасы, өте өзіне деген сенімділігі мол, сонымен қатар жаңағыдай кішкентайынан ақылды, тіпті үлкен адамдардың ақылы жетпеген дүниелерге өзінің ақылы жетіп, сондай бір кішкентайынан зерек болып өскен жан, шынайылықты жақсы көреді, өтірік айтқанды ұнатпайды, екіжүзділікті ұнатпайды деп айта аламын. Алты жоқ, енді физикалық тұрғыда мүмкін онша жаңағыдай тірлік жасағысы келмейтін шығар, қара жұмыстың адамы емес, десе де психометрде өте жақсы.